Асқабақтан манты жасайтын боламыз. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Жылы суымызды құямыз, шым-шым тұзымызды құямыз. Бөлме температурадан суды құйып, бір жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Араластырып, иленген ұнымызды алып, оны да қамыр қылып илейтін боламыз. Осылай қамыр қылып илеп, жан-жағын тазалап алатын боламыз. Осыны 2 сағатқа, 1 сағатқа, 30 минутқа холодильникке сап қойсаңыздар болады. Иіні қану керек. Асқабағымызды 4 бұрыштап турап, осылай бір ыдысқа салатын боламыз. Пиязымызды 4 бұрыштап турап, дайындап қойған фаршымызды да 4 бұрыштап тураймыз. Қара бұрышымызды дәміне қарап, қызыл бұрышымызды мантының өзін приправасы, соны да қоссаңыздар болады. Тұз араластыратын боламыз. Жаңағы қамырымызды алып, екіге бөліп, 2 зуалақ қылып, домалақ қылып, осылай үстін бассаңыздар да болады. Үстін басып, осылай кеңейтіп, біртіндеп жаятын боламыз. Жұқа әдемі қылып жаймыз. Жұқа болса өте әдемі, жеген кезде де приятно. Осылай кесіп, 4 бұрышқа кесетін боламыз. Манты барқымызды майлап, 4 бұрыштап жаятын боламыз. Осыған енді подлив саламыз. Осы видеодағыдай қарама-қарсы беттерін бәрін түйіп, осылай мантыны түйетін боламыз. Осындай кішкентай әдемі болса, приятно, жеген кезде де әдемі. Мантверкеге мантымызды жайғастыратын боламыз. Бетін қатты баспай майлайтын боламыз. Қайнап тұрған суға 45 минут мантымызды пісіріп аламыз. Уақыт болғаннан кейін осылай мантыларымызды аламыз. Осылай тестасымен пайласаңыздар, манты әдемі болып піседі. Шашырамай әдемі. Ақмай, пияз, томат салып, осылай подлив істесеңіздер де болады бетіне. Ас болсын. Мені жоғалтпау үшін парақшама тіркеліп алыңыздар.